Жалақысы жоғары жұмысқа тұрғызамын деген желеумен алаяқтар елді алдап әлек болуда. Әсіресе Қазақмыс корпорациясына жұмысқа тұру үшін халық қолындағы барын береді. Ұлытау облысының прокуратурасы Қазақмыс корпорациясына жұмысқа тұрғызамын деп халықты сан соқтырған алаяқты анықтады. Ұлытау облысында 2024 жылдан бастап абайлаңыз алаяқтар жол картасы іске асырылуда. Негізгі мақсат жұмысқа орналастырумен байланысты алаяқтық фактілерін анықтау. Оның шеңберінде құқық қорғау органдары тарапынан түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Сол жүргізілген жұмыстар аясында жергілікті тұрғынның заңсыз әрекеті туралы ақпарат түскен. Жедел іздестіру шаралары барысында А есімді азаматша ұсталған. Ол Қазақмыс корпорациясына жұмысқа орналастырамын деп азаматтардан ақша алған. Облыс прокуратурасының бастамасымен жүргізілген жедел іздестіру шаралары, яғни жасырын тергеу әрекеттері 3 ай көлемінде жүргізіліп, облыс тұрғыны А ашкерленді. Қылмыстық істі жүргізу барысында, сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында азаматша А қатысты қылмыстығы сотқа жолданып, 2024 жылдың желтоқсан айында оған қатысты айыптау үкімі шығарылды. Үкім бүгінгі таңда күшіне енген. Статистикаға сүйенсек, 2024 жыл Ұлытау облысында алаяқтық деңгейі 4%-ға, ал интернет алаяқтық 4,8%-ға төмендеген. Қылмыстардың ашылу деңгейі 50,6%-ды құраған. Жалпы 337 іс қаралған, оның 178 аяқталып, 153-і сотқа жіберілген. Облыс прокуратурасы азаматтарға сақ болуды және жұмысқа орналастыру бойынша күмәнді ұсыныстарға сенбеуді ескертеді. Гүлмарат Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.